Тігілуі өте оңай, жып-жылы, көктемге арналған осындай бантигі бар қалпақты қыздарыңызға тігіп берулеріңізге болады. Ол үшін видеоны соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған шебер Перизат. Мен каналыма қош келдіңіздер. Ең алдымен бізге осындай глубина головы керек болады. Бұл маңдайдың орта тұсынан басылады. Және де шаштың біткен жағына қарай осылай өлшеп аламыз. Ол 31 сантиметр болып тұр. Және де мен оған 15 сантиметр бантикке қосамын. Және де ахват головыдан матаңыздың керілетіндігіне қарай сіз одан 1-4 сантиметр алып тастайсыз. Сол кезде менде 52 размер болса 4 сантиметр алып тастадым, 48 сантиметр қалды. Және де қосымша осындай бантиктің беліне тігетін кішкене мата керек. Ал енді қыздар, тігілу процесіне кірісеміз. Ең бірінші матамызды осылай екіге бүктеп тігіп аламыз да, матаның тігісі ортада қалатындай етіп, шет-шетінен 1,5 сантиметр қалдырып, төмен қарай 13-14 сантиметр белгілеп алып, сол жерлерді өлшеп қиып тастаймыз. Және де төбесін түгел бекітіп тігіп аламыз. Өте мұқият қарап отырыңыздар, өйткені кішкене түсініксіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен сіздерге қазір айтып отырамын. Осылай именно шетінен тігілген жерден ішке қарай осылай қайырып, 1,5-1 сантиметр белгілеп, дәл сол жерден 0,5 сантиметрге ғана тігіс жүргізіп бекітіп қоямыз. Ол бізде осындай выточка сияқты болып тұрады, бантиктің басылатын тұсы. Және де қалпағымыздың жоғары жағы біздің бантигіміз басылатын жері, содан төмен қарай бантикке біз 15 сантиметр қалдырған болсақ, ол жерде бізде тігіске кетіп қалды. Және де 13-14 сантиметр белгілеп сызып қойыңыздар. Сол жерге дейін осылай бантигімізді формасын келтіріп аламыз. Енді біз бантиктің ортасын ұстап тұратын формасын, осы қосымша матамызды, оны өздеріңіз қалауларыңыз бойынша алсаңыздар болады. Мен 9-12 сантиметр алдым, бірақ та бұның ұзындығы маған кішкене ұзындау болды. Әдетте кішкене ұзындау алғанның ешқандай ағаттығы жоқ, себебі ол тігілу барысында әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Бантигіңіз ұзын болып шығуы мүмкін, қысқа болып қалуы мүмкін. Сондықтан да кішкене ұзындау етіп ала берсеңіздер болады. Осылай бантигіміздің басылатын жеріне белгілі қойып аламыз да, осы жаңағы қосымша матамызды қолмен осылай көктеп тігіп алыңыздар. Машинкамен бірден тігіп алмаңыздар. Себебін қазір түсінетін боласыздар. Енді бантигімізді кішкене формаға келтіріп, алдыңғы жағы мен артқы жағын ретке келтіреміз. Ортасындағы байланатын бауын арт жағымен қосамыз. Егер де артық болып жатса, сол кезде қиып тастауға әбден болады. Бұл жерде де тігіп алғаннан кейін қыздар өте мұқият қарап отырыңыздар. Қазір осы тігіп алған тігісімізді теріс қарай аударып, іш жағынан осы тігілген жерді тігіп аламыз. Мінекей, мына жерде менің жаңағы бауымның басылатын тұсы, мына жерде аяқталатын тұсы. Осы жерді жақсылап, жаңағы екеуінің басталатын жерін тігіп аламыз. Сол кезде біздің бантигіміздің бауы осылай іште қалатын болады. Ал енді бантигіміздің формасын әдемілеп қолмен осылай келтіріп алсақ та болады. Егер де сіздер оны әрдайым осылай сақадай қақшиып тұрғанын қаласаңыздар, прямо жіппенен тігіп қойсаңыздар да болады. Енді ішкі жағын, яғни басымыздың формасына келтіріп, доғал етіп осындай бұрыштарын қиып тастаймыз. Және де кішкене саңылау қалдырып, ол жерде де тігіп аламыз. Теріс жағынан тігеміз міндетті түрде, сөйтіп оңына қарай осылай аударамыз. Енді қалған кішкене тесікті көктеп тігіп алсаңыздар да болады. Оверлокпен де тігуге әбден болады. Және де ол жерді
біз осылай бантиктің түбіне қарай ине жіппенен бірге қосып тігіп қоямыз. Астары мен үстін осылай қосып тігіп қойыңыздар. Қыздар, менімен бірге видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басуды, комментарияға өз пікірлеріңізбен бөлісуді және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Баршаларыңызға сәттілік. Егер тігіп жатсаңыздар, мені шебер перизат инстаграм парақшамда белгілеуді ұмытпаңыздар. Ассаляму алейкум. Келесі видеоларда амандықта кездескенше сау болыңыздар.